Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз өте дәмді әрі жеңіл жасалынатын тауықтың етінен наггетсилар әзірлейміз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Сұрақтарыңызға мейлінше жауап беруге тырысамын. Ең алдымен керек заттарды жуып тазалап аламыз. Менде бүгін окорочканың еттері, окорочканың сүйектерін, еттерін бөліп, осылай турап шықтым. Кез келген тауықтың еттері бола береді. Келесі тұзымызды, приправамызды саламыз. Менде шашликтің приправасы болмаса, тауықтың приправасын қоссаңыздар болады. Сұйық май қосамыз. Және бір үлкен ас қасықпен соевый соус қоясыздар. Соевый соус маңызды емес, онсыз да дәмді болады. Ол өз еріктеріңізде. Бір жұмыртқаны араластырып, оны да саламыз да жақсылап араластырамыз. Осы жерде айта кетерлік, мен ешқандай да ашты бұрыштар салған жоқпын. Себебі мен қосатын ұным өте ашты, арнайы кефияларға арналған ащы ұн болады. Соны қосатын болғандықтан ашты бұрыштар қосқан жоқпын. Егер де сіздерде ондай ұн болмаса, ашты бұрышты салсаңыздар болады. Ол ұнды жай ғана ұнмен алмастыруға да болады. Үйлеріңізде балалар болса, ондай ашты ұнды қоспай қойсаңыздар жақсы болады. Өйткені ол өте ащы. Барлығын жақсылап араластырдық. Енді үстінен жаңағы KFC-ға арналған ащы ұнымызды қосамыз. Бұны да жақсылап араластырамыз. Осы жай ғана ұнды қоссаңыздар да болады. Немесе кукурузный крахмал, картофельный крахмалдарды қоссаңыздар да болады. Ұн бұл жерде қандай болуы маңызды емес. Жақсылап барлығын араластырып шығамыз. Мінекей, біз жақсылап араластырдық. Енді осыларды шанышқының көмегімен алып сухариға аунатамыз. Сухаридің орнына жай ғана тәттісі жоқ печеньелер, және де жаңағы ұн, сонымен қатар чипсиларын ұнтақтап соларға ауната берсеңіздер болады. Мен жаңа үйде осындай сухари бар, сондықтан соған араластырдым. Осы рецептпен жаңағы осы тауықтың еттерін қызып тұрған майдада пісіруге болады. Біздің үйдегілерге осы әдіспен жасаған қатты ұнайды. Аламыз, ең алдымен тауықтың етін алып, осылай сухариға аунатып, табағымызға саламыз. Табағыма Поклан фирмасынан қағазын төседім. Ол өте жақсы. Бізде осынша наггетсилар шықты. Енді осыларды 200 градуста 20-25 минутқа дайын болғанша пісіреміз. Менің осы видеом сіздерге ұнаса, осы рецептім ұнаса, маған лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Бізде наггетсилар дайын болды. Әртүрлі соустарға батырып жей берсеңіздер болады. Өте дәмді шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Сау болыңыздар.